қайырлы күн театр сүйер көрермен. Театр сахнасында 2002 жылы Тахауя Ахтановтың «Ант» тарихи дастаны сахналанған болатын. Театр мұражайында сақталған бұл киім сол қойылымның басты кейіпкері Әбілқайыр хан рөлін сомдаған марқұм театрымыздың белді актері Имашев Телман Сатқанұлының сахналық костюмы. Сонымен қатар театрымыздың алтын қорында сақталған актердің осы Әбілқайыр хан рөлі жөнінде айтылған бейне жазбасын назарларыңызға ұсынамыз. Сен жыладың, жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын. Қайтпады деп жұртқа еткен жақсылығым. Сен жыладың, сезім жасы бағып, кіп кішкентай балаңды қасыңа алып. Қырмызы күнім өтті деп, сенгенім сатып кетті деп. Сен жыладың, аңғармай қалдым орды деп, қадамым сәтсіз болды деп, бір қатты соқ қалдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Сен жыладың, бірақ мен селт етпедім. Білем, сені тағдырдың еркеткенін, білем, сені өр көңіл жомарт едің, енді бүгін қалай бұл кер кеткенін. Жарар. Өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға. Әлде басыңдағы бөрікке орамал ма? Бөрік болса ауыз тез басқа күйге. Көз жасыңды көрсетпе жас сәбиге, көз жасыңды көрсетпе сұранамын, әй жігіт. Сен маған ұнамадың. Жас нәрсте көруге еместер. Әкесінің еңкілдеп жылағанын, әкесінің тым күйреп құлағанын, ерлік пен ездіктің жолы қатар, екеуінің арасы бір адым. Көз жасыңды көрсетпе, сұранамын. Көтер ғана басыңды қалай бұның, мұз боп еріп кеткен бар айбының. Көтер басыңды, күніңді босқа өткізіп пен, тағдырдың неге сыр айттық сараң. Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, әк көйлек кірілмейді, қара ешкі мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп кім айтты саған? Кім айтты? Жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлатпайды деп, тоқырау білмес айбын адалдықпен әлемнің ұлы байлығы бетіне жиған ұятты әйтсе де, кейде ол кінәмшіл бала сияқты. Тірлікте осы баланы өкпелететіндер де бар, жұбататындар да бар, жас жек көретіндер де бар, ұнататындар бар, арын сатып қорлайтындар да бар, жанын сап қорғайтындар да бар. Қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске. Өзің айтшы, ғаламада мынау жеңістің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп бет. Өз сорын өзі жеңбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес. Ендеше халықтың арасында бір қалыптасқан бір артист туралы, өнер адамдары туралы бір теріс ой бар, ұғым бар. Бұл образды ашу үшін сол алған кейіпкерді қаншама еңбек керек, қаншама ізденіс керек. Жалпы образ қалай шығады? Мысалы, режиссеріміз Мұрат Ақманов «Ант» спектаклін алған кезде Әбілқайырды берді. Әбілқайырды сахнаға сомдау оңай дүние болған жоқ әрине. Ол үшін бүкіл тарихты қопару керек болды. Әбіш ағамыздың анау 3 трилогиясы бар. Басқа да Әбілқайыр туралы жазылған деректер бар, тарихтар бар. Соның барлығын іздеп, шұқылап ашпаса, Әбілқайырдың сөзін жаттап алып сахнаға шыққан ол жалған болады. Бақытыма орай ұстаздарым жақсы болды. КСРО халық артисі профессор Хадиша Бөкеева, қайталамас актер
Нұрмұхан Жантурин, Москвадан бітіріп келген анау Дәмеш Рахманқұлова деген ұстаздарымыз. Солар бүкіл осы театрдың әліппесін үйреткен адамдар. Солардың арқасында солардан алған дәрісіміз қазіргі актерлік өмірге көп пайдасын келтірді. Нұрмұхан ағам айтатын еді, рөлді неше рет жазасың дейді маған. Мен айтамын, бір-ақ рет көшіріп аламын. Рөлді бір емес, 10-15 рет көшіру керек дейді. Әр көшірген сайын оның астары ашылады, характер ашылады, ой өрістері ашылады. Бір жағынан сөзің жаттырады. Сондықтан үлкен рөл болсын, кіші рөл болсын, қандай болса да қайта жазуға тырыс дейді. Хадиша апамның әзірленуі. Ол спектакль күні ешкіммен сөйлеспейді, спектакль болатын күні. Өйткені ой бөлінеді. Спектакльден кейін, спектакльді ойнап шыққаннан кейін, мен талай көріп, шәкірті болғаннан кейін үйіне дейін бірге апарып тастаймын. Үйге келгенше дейін үндемейді ол кісі. Үйге кіргеннен кейін дейін үндемейді. Бұл неге апам ренжіп жүрме екен деп ойласам, ол банағы сол ойнаған кейіпкердің жан дүниесінен, былай қарағанда состояниесінен әлі шыға алмай жүр деген сөз. Сол берген дәрісті қолымыздан келгенше жалғастыруға тырысамын мен де. Мысалы мен антты ойнар күні, репертуарда тұрған күні, тұрғаннан бастап 2-3 күннен бұрын мен әзірлене бастаймын. Ешкіммен сөйлескім келмейді менің. Өйткені ой бөлінеді. Сол мен әзірленіп жүрген кезде, көшеде келе жатқан кезде кейбір адамдар, "Ай, неге амандаспай өтіп кеттің?" дейді. Ол амандаспайын деген ниет емес. Өз ойыңмен жұмысқа келе жатқанда өз ойыңмен келе жатасың. Өйткені актер өне бойы әзірлікте жүру керек. Баққожа Мұқайдың той көбей спектакль, ондағы заңғар рөлі. Бір қайырымды, мейірімді адам. Оған басқаша әзірлік керек. Сол рөлді алғаннан бастап, сол заңғардың жан дүниесін, киімін кие бастауым керек. Не алған адам бұл? Былай қарасаң, жандама мынадай заманда жетпей жатқан кезде барлығын үйге ананда шақырып, мынанда шақырды. Жоқ, ол да заманы талабына сай керек адам. Ондай адамдар да бар. Балам айналайын, шығарамын. Далада қалған адамдарға арналған үйді қайдан табам, а? Қандай үй дейсіз? Далада қалғандарға арналған үй деймін. Алматыда ондай үй жоқ апа. Жоқ ондай үй. Айымжан келінім бар деп еді ғой, а? Өздері күтіп алады деп еді. Білмеймін апа, білмеймін. Білмеймін. Ай, алжыған тосмай. Алдаған екен ғой. Алданған екен ғой. Ай. Алдаған екен ғой. Ай, ай. Қайда барамын, қайда барамын. Келдіңіз, күтіп алады дедіңіз бе? Апырбай, менің бүкіл вокзалға келетінді қайдан білді екен, а? Апырбай. Жарайды, шеше. Келінім қол шықты ғой мені. Жарайды, жақсы. Бұл өмірде үлкендердің қадірін білетін адамдар, Құдайға шүкір, бар. Жүріңіз, біздің үйге барайық. Қайда? Біздің үйге барайық, біздің үйге тоңып қаласыз. Жүріңіз. Біздің үйге барайық, үй жетеді, жүріңіз, ыстықтап шай ішеміз. Біздің үйге барайық, жүріңіз. Жүріңіз. Мынау балаңызға суық тиіп қалады, енді қайтесіз? Әлгі ешкім күтіп алмады. Міне өмір деген осы айналайын.
Ашумен ағат кеткенімді енді біліп тұрмағым. Түсінем айналайын. Інтекке қатты ренжігенсің ғой. Жарайды, аяғыңа жығылып кешірім сұрағанша осында жатып ал. Жарайды айналайын. Жүр, балаңа суық тиіп қалады, біздің үйге барайық. Үй жетеді, жүр айналайын. Біздің үйге барайық, жүр кет. Жүр айналайын, жүр, құдай қарды. Сол заңғарды той көп үй болатын күні мен таңертеңнен бастап жан дүниемді соған бағыттай бастаймын. Таңертең ерте тұрамын. Чайнегімді алып, газға қойып, балаларды оятып, шайларын беріп, сондай настроениені ішке түсіре бастайсың. Күні бойы сөйтіп келіп, сахнаға шыққанға дейін сол мейірімділік, қайырымдылық жоғалтпай бойын тастап жүресің. Міне, актердің образ шығарардағы ізденісі осыдан пайда болады. Өне бойы ізденіс, өне бойы қазбалау. Өйтпесе ол шықпайды, ол жалаң шығады. Жаңағы өзіміздің халқымыз айтқан жаттанды сөзбен шыға салады. Той бітті. Думан тарады. Осақ болды қауқаласқан қазақтың баталасқан бәтуәлі бірлігі. 3 жыл бойы бірге төккен қанымыз әкелмеді татулыққа 3 күндік. Ей! Көшпелі ойрат! Аңқаусың сендағы. Тіс қаққан әккі дұшпан болсаң айла кер! Қазақты алу қиын ба? Бір-біріне айдап салсаң екпенен, өзін-өзі ит сілікпесін шығарып, езіп, шаншып, өлім шығып, әкелді аутасыз аяқ астына. 2004 жылы өмірінің соңғы сәттерінде Тельман ағамыз театр сахнасында қойылған соңғы спектакльдер туралы өзіндік тұжырымдамаларын ортаға салып, терең кәсіби тұрғыда ой қозғаған болатын. Дәл сол күні, сол сәтте қаспен көздің арасында о дүниеге аттанып кетті. Талантты актер сахна саңлағының жарқын бейнесі мәңгі есімізде сақталады.